Барлық химиялық реакциялар жай және күрделі деп бөлінеді. Жай реакциялардың өзі төртке бөлінеді: қосылу, орын басу, айырылу және алмасу реакциялары. Қосылу реакциясы деп екі немесе одан да көп реагенттердің қосылып, құрылысы күрделірек өнім шығаруын айтамыз. Мысалы, А қосу Б тең болады АБ, яғни бұл жалпы формуласы. Егер дәл осындай формулаға келетін болса, онда оны қосылу реакциясы деп атаймыз. Магнийдің ауада жануынан магний оксиді алынады. Күкірт пен темірдің қоспасын қыздырсақ, темір 2 сульфиді түзіледі. Күкірттің оттекте жануы нәтижесінде күкірт диоксиді түзіледі. Осы оксид пен судың әрекеттесуі барысында күкіртті қышқыл алынады. Бұл реакциялардың барлығына тән ортақ белгі бар екеніне назар аударыңыз. Олардың әрқайсысында қарапайым реагенттердің қосылуынан құрылысы күрделірек бір өнім түзіліп отыр. Мұндай реакциялар қосылу реакциялар деп аталады. Алғашқы 3 мысалда өнім элементтердің қосылуынан түзілсе, соңғы мысалда реагенттер ретінде қарапайым химиялық қосылыстар күкірт диоксиді мен су алынып, олардың әрекеттесуінің нәтижесінде химиялық құрамы күрделірек күкіртті қышқыл түзілген. Бір реагенттің құрылысы қарапайым екі немесе одан да көп өнімдерге бөліну реакциясын айырылу реакциясы деп атаймыз. Мысалы, АБ тең болады А плюс Б. Яғни осындай формулаға келетін болса, онда ол айырылу реакциясы. Мысалға, СО2-ні ыдыратқан кезде көміртек және оттек газы түзіледі. Егер сынап 2 оксидін қыздыратын болсақ, оттек пен сынапты аламыз. Қорғасын нитратын қыздырғанда 3 өнім түзіледі: қорғасын оксиді, азот диоксиді және оттек. Жараларды залалсыздандыру үшін қолданылатын сутек пероксидін қыздырған кезде алынатын өнімдер су және оттек. Бұл жолы қарастырылған әр реакцияда бір реагенттен 2 немесе одан да көп өнім алынды. Бір реагенттен 2 немесе одан да көп қарапайым өнім алынатын реакция айырылу реакциясы деп аталады. Сынап 2 оксиді айырылғанда түзілетін өнімдер сынап пен оттек. Қорғасын нитраты, қорғасын оксиді азот диоксиді мен оттекке айырылады. Ал сутек пероксидінен оттек пен су түзіледі. Реакцияға қатысушы заттар құрамындағы элементтерімен алмасса, бұл реакция түрі орын басу деп аталады. АБ плюс С тең болады АС плюс Б. Яғни, мысалға, H хлор қосылған магний тең болады магний хлор 2 плюс H2. Орын басу реакциясының келесі мысалы, мырыш пен мыс 2 сульфатының ерітіндісі арасындағы реакция. Бұл реакцияда мырыш атомдары мыс сульфатындағы мыс атомдарының орнын басқан. Нәтижесінде жаңа заттар мырыш сульфаты мен бос металл күйіндегі мыс түзіледі. Реакцияның қалай жүріп жатқан реагенттердің түсі қалай өзгеріп жатқандығын бақылау арқылы біле аламыз. Көк түсті мыс сульфаты түссіз мырыш сульфатының түзілуіне байланысты біртіндеп түссіздене береді. Мырыштың бетіне қонатын мыс атомдары оған өзіндік қою қоңыр түс береді. Химиялық қосылыстардан басқа металды немесе сутекті ығыстыратын металдың белсенділігі олармен салыстырғанда жоғары болады. Келтірілген мысалдарда магний сутекке қарағанда, ал мырыш мысқа қарағанда белсендірек болады. Төртінші, екі күрделі қосылыстар арасында бөлшектерінің алмасуы жүретін реакцияны алмасу реакциясы деп атайды. АБ плюс СД тең болады АС плюс БД. Мысалыға, натрий 2С4 плюс барий хлор 2 тең болады барий С4 тұнба плюс натрий хлор. Хлор сутек пен натрий гидроксиді арасындағы реакция нәтижесінде су мен натрий хлориді түзіледі. Реакция барысында натрий гидроксидіндегі гидроксид иондар мен қышқыл құрамындағы сутек иондары қосылып, су түзеді. Қышқыл мен негіз реакцияға түсіп, нәтижесінде су мен тұз түзілетін реакция бейтараптану реакциясы деп аталады.